Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге дамские пальчики тортының рецебін ұсынамын. Жасалыну жолы оңай, жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға керекті суымызды құйып, оған сары май, шым тұз, қантымызды салып, жақсылап араластырып, майымызды ерте отырып, суды қайнатамыз. Мінекей суымыз қайнады. Енді ұнымызды салып, жақсылап тоқтамай араластырып тұрамыз. Ұн салған соң қамырымыз тез қоюланып, тез дайын болып қалады. Сол үшін тоқтамай қозғап тұрамыз, қамырымыз құрғағанша. Қамырымыз құрғағанда өзі түбіне жабыса бастайды. Сол кезде оттан алып, бөлек ыдысқа салып, суытатын боламыз. Мінекей қамырымыз суыды. Енді жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Бұл тортқа қосқышты қоспайсыздар, еш уайымдамаңыздар, көтеріліп әдемі болып піседі. Дайын болған қамырды мешокқа саламыз. Енді табамызға осылай орнатып шығамыз. Ұзынша да етіп істеуге болады. Осыны қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Мінекей осылай пісіп шығады. Енді крем дайындаймыз. Қаймаққа сгущенка қосып, жақсылап миксерлейміз. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін піскен тесталарды кремімізге салып, араластырып, тәрелкеге орнатып шығамыз. Осылай ыдыста қалған кремді үстіне құйып жібереміз. Енді бетін шоколадпен әрлейміз. Тортты дайындап болған соң кемінде 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Оның үстіне кокосовый стружка сепсек, одан да әдемі көрінеді. Мінекей дайын болды, ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып,
каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.